Ассалаумағалейкум. Мен Жаспансыздық, және бұл біздің кезекті видео. Бұл видеода мақсаттар жайлы айтамын. Сонымен алдыңғы видеода айтып кеткендей, мақсат тек қана мерзіммен ғана мақсат. Бұның арасында бір күн, екі күн, бір ай, бір жыл сондай мерзімдер кіреді. Және оны өзің жоспарыңа қарап, өзіңнің қолжетімді мерзіміңді қою арқылы арманды мақсатқа айналдырасың. Мақсаттың үлкен болса, оны бірнеше бөліктерге бөл, және күнделікті 2-3 тапсырма орындауға тырыс. Екінші, мінезіңді тікте. Әлем ғалымдарының зерттеуі бойынша, әскер адамдары мен спорт адамдары жай адамдарға қарағанда мақсаттарына, мұраттарына ерте жетеді. Себебі неде? Себебі мінездері тік, жеңіске деген құлшынысы мықты, ерігі мықты, өзіне қатал тәртіп орнатқан. Үшінші, армандар картасы. Армандар картасын міндетті түрде жаса, себебі менталды түрден материалдық түрге армандарыңды айналдыру керексің. Мысалы, сен армандар картасын алып, қабырғаға іліп қойсаң, күніге 2-3 рет міндетті түрде көресің, және оған жоспар сыза бастайсың, және оның армандалуына мақсаттар қоя бастайсың, нақты. Және ең бастысы бұл жерде, күнде көрген сайын бұл саған керемет, мықты мотивация болады. Бесінші, мақсатыңды орындар алдында А нүктесі мен Б нүктесін белгілеп ал, және оның жүріп өтетін жолын. Бұл тура GPS тәрізді. Мақсатқа жету ол GPS. А нүктесінде сенің қазіргі бастама, қағаз жүзінде сызған жоспарларың. Ал Б нүктесі ол сенің финиш. Және оның арасында жүріп өтетін қаншама жолдар, қаншама кедергілер, және қаншама тапсырмалар сен орындайсың. Сен оған қалай жетесің, қандай жолмен жетесің. Соның бәрін мерзіміне дейін ұқыптап, сызып алған жөн. Алтыншы, мақсатыңа жеткенде міндетті түрде отбасында, жақындарының арасында оны атап өт. Сен оған қалай жеттің, күлкілі сәттері, қандай кедергілер шықты, соның бәрін есіңе түсіріп отырып, жақсылап атап өткен дұрыс. Себебі ол сенің келесі мақсаттарыңа, армандарыңа жетуге үлкен ықпалын тигізеді. Міне осы. Сонымен мен саған сенемін, сенің қолыңнан бәрі келеді, сен өзіңнің дәлдеген, көздеген мақсатыңа жетесің. Ал бірақ күніге 2-3 тапсырмадан артық орындаушы болма. Себебі одан көп тапсырма орындайтын болсаң, сен уақыт өте шаршай бастайсың, күйзеліске түсе бастайсың, саған қиындай береді әр тапсырманы орындаған сайын. Сондықтан саған 2-3 тапсырма бір күнге артығымен жетеді. Егер саған видео пайдалы болса, каналға жазыл, лайк бас. Ендігі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қой. Себебі қызықтың бәрі алда. Неше түрлі құрал саймандар мен мықты мотивациялар беретін боламын. Мен Жаспансыздық, келесі кездескенше.